Қазақ құлшылығым Құдайға лайықты болса екен деп қам жемейді. Тек жұрт қылғанды қылып, жығылып тұрса болғаны. Саудагер несиесін жия келгенде, тапқаным осы, біттім деп алсан ал, әйтпесе саған болар жерден мал қазамын ба дейтұғыны болушы еді ғой. Құдай тағаланы да дәл сол саудагердей қыламын дейді. Тілін жаттықтыртып, дінін тазартып, ойланып, үйреніп әлек болмайды. Білгенім осы, енді қартайғанда қайдан үйрене аламын дейді. Оқымадым демесе болады дағы, тілімнің келмегенін қайтушы еді дейді. Оның тілі өзге жұрттан бөлекше жаратылып па?